келмейді. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Азекен ғой арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте қауіпті вирусы бар, компьютеріңізді өлтіріп ішіне белгісіз файлдар салатын, қорқынышты мистикалық құпияға толы ойынды айтатын боламын. Видео басталмастан бұрын міндетті түрде подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, осы видеоға лайкта басып қойыңыздар. Мұқият тыңдаңыздаршы, сіздерден өте үлкен өтініш, менің екінші арнамада тіркеле кетіңіздер. Ол Казонимус арнасы. Мен ол жақта өзім туралы қызықты реакциялар, қызықты қорқынышты видеолар, тіпті осы жақта көрсететін қорқынышты ойындарға стримдар, видеолар түсіретін боламын. Екінші каналымның ссылкасы описанияда немесе комментарийде болады. Керемет комментариялар видеоның соңында, сондықтан да видеоны термей соңына дейін көріңіздер. Себебі видеоның әр жерінде қызықты, маңызды, қорқынышты сәттер өте көп. Ал біз видеомызды бастаймыз. Ойынның басында біз бір бөлмеде оянамыз. Ол жерде төсек, кішкентай ғана стол және шкаф болады. Ең алғашқы миссиямыз біздің осы бөлмеден шығуымыз. Столдың астында шкафтың кілті жатады. Оны алып біз шкафты ашамыз. Шкафты ашқан кезде оның іші қанға толы болады. Шкафты ашқаннан соң ойында белгісіз бір қорқынышты дауыс шығады. Сосын бізде жертөлеге жол ашылады. Жертөлеге түскен соң біз үлкен, ұзын коридорға тап боламыз. Ол жерде біраз есіктер жабулы болады. Бір бөлменің есігі бізге ашылады. Сол жерде қабырғадағы тесіктен екінші бөлмеге қараған кезде қараңғыдағы тұрған столды және арқанды байқаймыз. Кітаптар полкасының арқасынан біз осындай кілтті аламыз және есікті ашамыз. Сол кезде осындай біреудің түрін байқаймыз және жерде жатқан қандарды да көреміз. Одан кейін ол бөлмеден шығып тағы да бір бөлмеге кіреміз. Ол бөлме толығымен адамның етінен жасалған бөлме еді. Бөлменің ең соңғы жағына барамыз және сол жерден осындай бір жүректі аламыз. Сосын біздің компьютерімізде көк экран шығып, компьютерді қайтадан өшіріп қос деп ойыннан шығып кеткенін көрсетеді. Компьютерді қайтадан қосқан кезде компьютердің басты бетінде ойынның атымен аталған файл пайда болады. Оның ішінде Сәлем деген сурет пен назар аудар деген текст болады. Тексттің ішін кіріп оқыған кезде былай жазылған: нысанды деректерге айналдырудың жолы бар. Олардың өз өмірі бар және оларды қарапайым компьютерлік файлдардан ажырату қиын. Біздің күнделікті өмірімізде біз компьютерде отырғанда бұл байт біздің мінез құлқымыз бен қорқынышымызды зерттей отырып бізді бақылайды. Ойын қарапайым, жеңу үшін нысандарға тиюіңіз қажет. Ұсталсаңыз ұтыласыз. Дыбыстар арқылы оның пайда болғанын біле аласыз. Ол White Face. Ойынға кірген кезде Сәлем, сен менің есімімді білесің бе? деп шығады. Біз текстте оқыған есімді, яғни White Face деп жазамыз. Одан кейін ақбетті персонаж бізбен бірге қуаламашақ ойнайды. Біз стрелкалардың үстінен түзу әрі тез өту арқылы одан дұрыс қаша аламыз. Ең қиындау жері жолдың алды қараңғылана береді және ол бізді қуады. Бізді қуып жүрген ақбетті персонаждың дауысы да өте қорқынышты шығады. Стрелкалардың үстінен қайтадан өткен кезде ол жерде қанмен жазылған жазулар шыға бастайды. Одан кейін біз қашып лифттің жанына барамыз және лифтке кіреміз. Сосын бізді бір осындай жолға әкеліп тастайды. Жолдың жанында қабырғада қандары ағып тұрған адамдарды көре аламыз. Кей кездері White Face бізге бір нәрсе айтқысы келеді. Мен сені бақылағанды ұнатамын. Және осылай қорқытқысы да келеді. Осындай темірмен қоршалған есікке келеміз. Оның ар жағында Олардың біреуі өтірікші деп жазылған. Артқа қайтып бара жатқан кезде ойын бізді автоматты түрде YouTubeға лақтырып жібереді. Бізге ойынды қалай ойнау керектік видеосы шығады. How to play? I'm scared. Ойынға қайта кіріп, кілтке апаратын осындай қанның ізімен бара жатқан кезде мен қиналудамын деген сөзді естиміз және кілтке де жетіп барамыз. Кілтті алғаннан кейін бағанағы орнымызға қайтадан барып темір есікті ашамыз. Жертөле коридорына қайтадан тап боламыз, бірақ ол кезде есіктің барлығы құлтаулы болады. Жоғарыға көтеріліп жүрек арқылы есікті ашамыз. Сол кезде бізге ойын бітті, ойыннан шығу үшін есікті басыңыз деп шығады. Бірақ компьютерде кешір деген атаумен жаңа файл ашылады. Ол жерде былай жазылған:
Ол сені жібермейді, саған жалғастыр деп айтпауым керек еді. Менің қағидаларымды сақта. Қазіргі сәтте ойынға өзіңді алдауға жол берме. Егер бір нәрсе өзгерсе, ол оянады. Асықпа, қашып кетуге тырыс. Сосын папкада тағы да осындай сурет шығады. Жақсылап ойлансақ, бұл ойынның аяқталуы емес, ойынның енді басталуы екен. Бүгінгі видеода біз осы қауіпті вирус қорқынышты ойынның бірінші бөлімін өттік. Екінші бөлімін шыққанын қаласаңыздар, онда осы видеоға 500 лайк жинап тастайық. Мен сіздерге сенемін. Ал мынау алдыңғы видеодағы керемет комментариялар. Егер де сіздің де келесі видеода керемет комментарийға түскіңіз келсе, онда осы видеоның астынан өзіңіздің керемет комментарийіңізді жаза кетіңіз. Және міндетті түрде подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, осы видеоға лайкта басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Азекен ғой арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман жүріңіздер.